Тауықтың қанаттарынан өте дәмді KFC дайындаймыз. Ол үшін ең алдымен тауықтың қанаттарының осындай жоғарғы жағын алып тастаймыз. Ол бізге қажет болмайды. Және де ортасында осындай бөлінетін жері болады. Екі бөлікке бөліп аламыз. Барлығын осылай дайындап болған соң жақсылап салқын сумен жуып аламыз. Ыдысымызға салқын суымызды құямыз, оған дәмдеуіштерімізді қосамыз. Менде қара бұрыш, қызыл паприка, тұз және де тауыққа арналған дәмдеуіш барлығын жақсылап араластырып, үстінен соя мен сұйық майымызды қосып тағы да жақсылап араластырып аламыз. Дайындап алған маринадымызды тауықтың қанаттарының үстінен құйып, бетін пищевой пленкамен жауып, кем дегенде 7-8 сағатқа холодильникке маринадталуға сап қоямыз. Менде 12 сағат тұрды, кешке жасап, таңертең пайдаландым. 7-8 сағат тұрған тауықтың қанаттарын бөлек ыдысқа осылай алып аламыз. Ұнымызға қызыл паприканы салып, жақсылап араластырамыз. Және де осыған тауықтың қанаттарын жақсылап араластырып малайтын боламыз. Оның барлық шетіне тию керек. Кеңірек ыдысымызға душлагымызды салып аламыз. Және де тауықтың қанаттарын осы сіркілеп, барлығын салып шығып, салқын сумен бір шайып аламыз. Салқын сумен жуған кезде ұнды толығымен кетіру міндет емес. Осылай бір жуамыз және де жақсылап сілкілеп артық суынан арыламыз. Енді тауықтың қанаттарын оннан жасалған бағанальдегі панировкамызға салып, жақсылап араластырып аламыз. Онан соң аздап сілкілейміз, артық ұнымыз түсіп кету керек, және бөлек ыдысқа салып дайындап аламыз. Тапамызға майды аямай құямыз, жақсылап қыздырып, қызып тұрған майға тауықтың қанаттарын салып қуырамыз. Қуыру барысында келесі бетке аударуды ұмытпаңыздар. Оттың астын орташа қойыңыздар. Дайын болған соң құрғақ майлықтың үстіне осылай сүзіп алыңыздар. Тауықтың қанаттарынан жасалған KFC-іміз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады.